Тағы да сәлем достар, менің кезекті видеома қош келдіңіздер. Бүгін бізде тағы да өте күшті видео, яғни мен туралы 10 факты, яғни мен туралы 10 факты, оны білетін шығарсыздар. Бұл видеоны бастамас бұрын маған тіркелуді, лайк басуды, комментарий жазуды, колокольчик басуды, достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Видеоның соңына дейін көріп, тамашалап отырыңыздар. Мен бүгін сіздерге тағы да осындай видео, мынаны кеше шығарам, яғни бұл екеуін бір күнде, яғни 1 январда түсіріп тұрмын. Мынау осы видеоны мен 2 январда салам, себебі бір күнде көп видео салып, келесі күні идея таппай қалуым мүмкін. Сол себептен осылайдан бөліп салатын боламын. Мына жерде видео түсіруге 10 кеңес каналыма шықты. Көрмесеңіздер, каналыма кіріп көріп кетіңіздер. Бүгін бізде мен туралы 10 факты. Мен осындай блокнотыма жаздым. Жақында бұл блокнотқа да обзор күтіңіздер. Обзор түсіретін боламын. Және де каналда басқа да видеолар, влогтар, челленджі өте көп видеолар бар. Каналыма кіріп көрмесеңіздер, көріп кетіңіздер. Бүгін бізде өте күшті видео, мен туралы 10 факты. Соңына дейін көріп, лайк басып отырыңыздар. Кеттік. Ал енді біз бастайық, достар. Кеттік, достар, енді бірден бастап кетейік. Біріншісі, яғни бірінші факты, менің жасым 13-те. Достар, менің жасым 13-те. Осы 2025 жылы, 14-ке толатын болам. Және де ол кезде сіздерге өте күшті влог түсіремін. Және де 13-ке толған, 13-ке толған кезімде де сіздерге влог түсіргем. Каналымдан көрмесеңіздер, көріп кетіңіздер, өте күшті влог болған. Келесі екінші факты. Маған ютубқа видеолар түсірген ұнайды. Достар, маған осылайна видеолар түсіріп отырған ұнайды. Менің арманым сіздерге видеолар түсіріп блогер болу. Сондықтан маған тіркеліп кетіңіздер, және де лайк басып қолдап кетіңіздер. Келесі факты. Үшінші факты, яғни факт. Маған дорама көрген ұнайды. Достар, маған дорама көрген ұнайды негізінде. Өте көп дорамалар көрген, маған ұнаған дорамаларды айтып кетейін. Біріншісі, «Хватит Сонджи эпики», өте күшті Сонджи, әсіресе Сол мен Сонджи, мына жерде Сонджи тұр. Сол. Екіншісі, маған «Мест от третьего лица» ұнап келе жатыр. Мен оны 8-ші серияға дейін көрдім. Ары енді көретін болам, жалғастыратын болам. Яғни сосын тағы «Мерцающий арбуз» өте күшті, слабый герой вообще күшті. 2-ші сезон күтіп жатырмын әрине де мен. Но Сухо ойнаса деймін. Басқа біреу емес, Сухо ойнаса деймін. Мен оның фанатын, яғни Чвен Хён Ук, Чхве деген, Чхве Хён Ук, Чвен дей берім ше. Білмеймін, сосын тағы да қандай дорамалар бар дейді. Ұмытып қалдым. Қалған дорама, 25-21, ой, прям өте күшті олдар. Көрулеріңізге кеңес беремін. Келесі, төртіншісі екен, 4-ке еріппіз уже. Мен Корея мен Турцияға қыдырып барғым келеді. Яғни, Кореяға барғым келетін себебі дорамаларды көріп, Кореяға барғым келеді қыдырып. Әрине өте күшті қалалардың бірі, ал екіншісі Турция. Әрине турецкий сериалдар жалдамалық қалындағы, әсіресе Өмер бен Дефне. Яғни, сол үшін Турцияға барып, сіздерге влог түсіремін деген ойдамын. Алдағы уақыттарда әрине де Али-Амири сияқты Турцияға барғым келеді. Келесі, тұстап жүрейін. Келесі 5-шісі, мен үйдің 2-шісімін. Яғни, үйдің 2-шісімін, но 1-ші қызбан. Менен бірін ағам бар, мен 2-шісімін. Келесі 6-шысы, мен көбінесе влогтар түсіремін. Яғни, менің YouTube каналымды көрсеңіздер, менде өте көп влогтар, осындай челлендждерге қарағанда, осындай видеоларға влогтар өте көп. Әрине де влогтар өте күшті, өте қызықты. Сол себептен каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алда да өте күшті видеолар, влогтар шығады. Менің влогтарымды көрмесеңіздер, каналыма кіріп көріп кетіңіздер. Келесі бізде 7-шісі, маған көйлектен көрі шалбар ұнайды. Негізінде,
көйлектен қарағанда шалбар маған ұнайды, себебі оверсайз сондайлар ұнайды, себебі көйлекпен жүрген ыңғайсыз, но әдемі білем, но бірақ ыңғайсыз. Короче, маған көйлектен гөрі шалбар ұнайды әрине де, әсіресе оверсайз киімдер топ болып тұрады, әрине де өте күшті болып тұрады, ол Кореяның стилі. Келесі бізде нешеге келіп едім? 8-ге келіппін. Маған жаз мезгілі ұнайды, яғни қалған 3 мезгіл қатты ұнайды демеймін, но маған көбінесе жаз ұнайды, себебі ол кез 3 ай демалыс, сіздерге өте күшті видеолар, влогтар түсіре аламын. Короче, ол жазда мен сіздерге өте күшті видеолар түсіргем, каналыма кіріп көріп кетіңіздер. Олардың бірі шардың түсін тап, яғни короче шар болады, соны осылайынан түсін таппасаң суды жарат, короче, істің бәрі су болады, солайынан Кәусар екеуміз күшті ойын ойнағанбыз. Каналыма кіріп көріп кетіңіздер. Ол да популярный видеолардың бірі әрине де. Келесі нешеге келдік? 9. Маған бұйра шаш ұнайды. Негізінде бұйра дегенде түзу шашта ұнайды, но қысқа болса әрине де, осындай қысқа болса түзу шаш ұнайды. Менің шашым ұзын болғандықтан осылай бұйра болады ғой. Короче, андай қалай десем болады, ана бүйтіп тұратын бұйра емес әрине де, осылай кішкентай, короче, қалай десем болады, осылайынан оралып тұратын. Яғни жаңа жылда істеп барғам, каналымнан көре аласыздар, және де кекіл андай осындай кекіл емес әрине де, осылайынан тұратын кекіл, осылайынан істегенде негізінде кекіл бар менде, артта жиналып тұр. Короче, бар, но ұзындау, уже ұзын болып кеткен. Келесі бізде 10-шына келіппіз достар. Онdan кейін әрі қарай жоқ. Вот, онdan кейін мен өзім ойымнан құрап дегенде ойыма есіме келсе сіздерге айтып кететін боламын. Видеоның соңына дейін көріп отырыңыздар, өте қызықты видео болады. 10-шысы маған менің ютубымда 400-ден аса видео бар. Достар. Короче, менің каналымда 400-ден аса видеолар, шортстар бар әрине де. Сенбесеңіздер, каналыма кіріп, короче, подписчиктің астында қанша видео бар екені жазылып тұр. Менде 437 ма, 440-тай видео бар. Короче, сіздерге арнап өте көп видеолар түсіргенмін әрине де. Көрмесеңіздер, каналыма кіріп көріп кетіңіздер. Алда өте күшті видеолар шығып отырады. Сол достар. Осымен бітті, вот қараңыздар. 10 кеңес, 10 факты. Келесі тағы да бір факт айтып кетейін. Маған тышты сабағы ұнайды. Себебі тышта мен сіздерге өте күшті видеолар түсіремін. Мысалы былайынан ғой, біздің апай тышыдан беретін болғандықтан, яғни сынып жетекшіміз тышыдан беретін болғандықтан, короче, қыздарды сыныпта қала береді. Енді біз өзіміз сұраймыз, сыныпта қала берейік, неше отырамыз деп. Короче, тышы қызық емес негізінде. Мен сіздерге видео түсіру үшін ғана қалам әрине де, сіздерге өте күшті видеолар түсіргенмін де. Каналыма кіріп көріп кете аласыздар. Сол себептен маған тышы сабағы ұнайды. Но қатысқан ұнамайды әрине де, сіздерге видео түсірген ұнайды. Достар, және де сіздерге осы видео ұнады деген ойдамын. Егер де сіздерге видео ұнаса, маған тіркеліп, лайк басып, комментар жазып, және де колокольчикті басып, достарыңызға жіберіп қойыңыздар. Соңына дейін көргендеріңізге өте көп рахмет. Осы видео сіздерге ұнады деген ойдамын. Ұнаса, комментарияға ұнады деп жазып кетіңіздер. Және де достар, қандай видео влогтар түсірейін, комментарияға жазып кетіңіздер өз ойларыңызды әрине де. Қазір мен бумажный сюрприз түсіретін боламын. Және де сообществома кіріп, басқа да қыздардың каналдарын көрсеңіздер болады. Ол жерге пиар сияқты жасағанмын. Короче, видеоларын көріп, тіркеліп, лайк басып кетіңіздер, әрине де оларды да қолдап. Осы менің видеом аяқталды. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Короче, сол достар. Келесі видеода кездескенше, қош сау болыңыздар.